Қайырлы күн баршаңызға. Осындай изюмнан жасалатын қонақтарыңыз келген кезде тез және оңай жасап жіберетін пирог дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар соңына дейін. Алдымен жұмыртқамызды осылайынан табамызға, тарелкамызға салып аламыз. 3 жұмыртқа қосамыз. Одан кейін үстінен қант қосып, венчикпен араластырамыз. Миксермен де араластырсаңыздар да болады. Одан кейін сұйық майымызды құйып біріктіреміз. Сүтімізді қосып біріктіреміз. Барлығын әбден біріктіріп аламыз. Одан кейін ұнымызға разрыхитель және де ванилин қосып араластырып аламыз. Одан кейін міндетті түрде ситадан өткізіңіздер, ұнды 3 бөліп саламыз. Аз-аздан салып венчикпен араластырамыз. Одан кейін әбден бәрі біріккен кезде қайтадан жаңағы ұнымызды салып, аз-аздан салып араластырып отырамыз. Одан кейін изюмымызды қосамыз. Одан кейін орехымызды қосамыз. Өте дәмді болып шығады, орех қоссаңыздар. Қоспасаңыздар да болады. Одан кейін барлығын осындай формаға салып, 180 градуста 35 минут пісіріп аламыз қызып тұрған пештеріңізде. Дайын болғаннан кейін осылайынан шет жағын пышақпен өстіп босатып алғаннан кейін төңкеріп, ыстықтай босатқаннан кейін жаңағы осылай төңкеріп қоясыздар. Беті көтерілсе, міне осындай басылып шығады беті көтерілгенін. Өте дәмді болып жасалады. Жасап көріңіздер, ас болсын.